Баршаңызға қайырлы күн достар. Бүгін түрлі көкөністерді қосып, пеште дайындалатын пайдалы тағам түрін ұсынатын боламын. Көкөністерден дайындалған тағам жеңіл әрі денсаулыққа пайдалы. Оны ересектер де, балалар да сүйсініп жейді. Мұндай тағамды дайындау үшін бізге мыналар қажет: брокколи, түсті орамжапырақ, аскөк, ақжелкен, шавель, кинза, салат жапырақтары, қырыққабат, асқабақ, пияз және тауықтың филесі. Көкөністерді жуып аламыз, барлығын тураймыз. Ең әуелі қызып тұрған табаға майды құямыз, пиязды саламыз. Пияз кішкене қуырылған соң үстінен туралған аскөкті, ақжелкенді, шавельді, кинзаны, салат жапырақтарын бірге саламыз. Қолда бар көкөністерді пайдалансаңыздар да болады. Барлығын араластырып қуырамыз, содан соң түсті қырық жапырақты салып қуырамыз. Туралған асқабақты қосамыз. Оның үстінен брокколи саламыз. Барлығы қуырылып жатқанда 3 жұмыртқаны алып, сарысы мен ақуызын араластырамыз. Оған 1 стакан сүт құямыз. 2 ас қасық ұн саламыз. Содан соң алдын ала пісіріліп туралған тауық етін қосып араластырамыз. Дәміне қарай қара бұрыш қосамыз және тұз себеміз. Пешке арналған ыдысымызды алып, түбіне жабысып қалмас үшін май жағамыз. Дайын болған көкөністерді ыдысқа салып, біркелкі етіп тегістейміз. Оның үстінен дайындап алған массамызды құямыз. Сұйық массамыз көкөніспен толық араласқанша қойып қоямыз. Содан соң пешке салып, 200 градуста 45 минутқа қоямыз. Дайын тағамды кесіп, тарелкелерге саламыз. Тағам дайын болды. Достар, міне өте керемет, дәмді тағам дайын болды. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Ең дәмді рецепттердің бірі. Видеоны аяғына дейін көргендеріңізге рахмет. Лайк қойып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Келесі кездескенше аман болыңыздар.